Қайырлы күн, достар. Бүгін сіздерге 20-ка Toyota сол жайлы ақпарат беретін боламыз. Олай болса, кеттік. Қазір 20-ка 2 объем 98 жылғы газ бензин. Механика 300 мың пробег болған. Соң газ бензин. Газ экономичный ма негізі? Экономичный болғанда. Маған дұрыс болмайды. Соң неде стук берді дедіңіз жаңа сонда? Қатты скоростьқа трассада газ болмайды. Газ қатты скоростьта сонда 140-160 па сонда? Қатты скорость қандай. Сол кезде ана мотор стук берді аха? Насос кетіп қалды. Насосы кетіп қалды ма? Сол моторды алдыңыздар, новыйдан? Привезін. Қанша қалдыңыздар? Қанша тұрады екен моторы? 250 мың. Қазір қалай енді жүрісі? Жүрісі нормально, пройдет. Бір мотор ауыстырғаннан кейін басқа ремонт болмады ма басқа жеріне? Бір шлангы тесіліп бәрін алып тұрып, воздухтың безін жеп түтіндіріп кетіп еді. Бір рет сіздер анау. Мына аяқта астында патрубка бар екен. Патрубка осы астында? Шлангы кішкентай ше, сол тесік екен көрінді. Содан расход, бензиннің расходы көбейе ма? Бензиннің расходы көбейіп. Свеча майлана ма? Майланады свеча. Мотор дірілдейтін бола ма ол кезде? Дірілдейді. Соның бәрі сонда сіздер свечадан свечный провод ауыстырдыңыз, Ауыстырмаған жерім жоқ қой, бензин насос айырбастадық. Не фильтр? Бензин насос айырбастадық. Тағы тоқтан деп, тоқтан көріп. Бірақ бір жібек жолында бір бала айтып еді, аға бұл ауа соғып тұр бір жерінен деп ше. Содан деп, оны таба алмадық қой, әкесі көрінбейтін астан шланг жатып. Сол басқа біреулер тауып берді? Бір естуді тауып берді. Сол негіз бармаған жеріңіз болмады, осы бір шлангы астындағы воздух жіберіп тұр, сонда? Воздух жіберіп тұр. Соны таба алмадық, қанша месті алып. Бір есті клинин чақырып аға акишмешен көріп деп. Солы тапты. Өзі тапты ма соңынан? Қазір вообще сонда газ орнатқанмен газды қазір қоспайсыздар ма? Трассада қосамын. Трассаға шыққанше, ұзақ жолға шыққанда бензин таусылып қалып бір жапырақпен жеткенше. Бұлай газ сонда көп қолданбайсыздар ма? Жоқ. Сонда газден 2 мотор құрттық, біреуін жинап салып ек. Одан тағы бір 6 ай жүрдік па тағы кетті. Ұзақ жолға трассаға шыққан газ болмайды, ақырын жүру керек. Газ қойсаңыз, онда ақырын жүру керек па? Қатты 140-160-ға апару болмайды? 120-дан асыру болмайды. Газ болса егер ма? Газдың регулировкасы қалай? Қанша несін ай сайын ауыстырып тұру керек па? Жыл сайын ауыстыру керек па? Сальниктерін, солар? Жоқ, 2 рет айырбастағанда 16 мыңда айырбастап тұрамыз, фильтрін. Қойған адам өзі істейді барамыз, соған барамыз. Газын чұқымаймыз, газ нормально. Просто 16 мың ше, 2 рет айырбастағанда 2 фильтрі бар. Өздері ауыстырып салып береді. Фильтрін өзі газдың, Газды установка жасаған балдар ше. Соған барасыз. Чұқымаймыз газ жағын. Жалпы 20-ның қазір қанша қалып едіңіздер негізі? Қанша жыл болды айдап жүргендеріңізге? 3 жыл болды. 3 жыл? Жақсы машина ма екен? Жақсы конкретті машина. Бір рет мотор ауыстырдыңыз, Газдың кесірінен болып қалды? Сол газден көріп тұрмыз. Өткен газ қоспасаң арман жүріп. Трассада бензинмен жүрісі қалай? Жақсы бензинмен аяқ. Қазақтар осы Toyota десе өледі, бәрі 20-кін мақтайды. Енді жылды ескіріп отырмын. Жаңа машина? Машиналарды шығып отырмын. Жаңа машина ақша жетсе, жаңа машина қалдың. Оған просто кредит олаға? Жоқ, мынанда кредит алғанбыз. Уақытысына. Бұныға жұмысқа сол ары бері ғана айдайсыздар ма аға? Жұмысқа, таксойға той жоқ.
жұмысқа қыдырғанда Міне көргендеріңізде 20-ка. Легендарная машина. Так, газбен жүрсеңіздер, сол 140, жалпы 120-дан асырмаңыздар. Пробег 300 мың болды уже. Механика. ана мотор салғанда айналдырмақ, сол айналдыру үшін. Мотор салғанға көп болды, 20 мың жүрген шығар. Мына привозной мотор салдық қой. Аха. Сол кезде істегенде айналдырмақ, айналдыру керек. Қазір жалпы сататын ойларыңыз бар ма? Жоқ. Қайсы багажниктағы көрейік. Мына багажник. Осы газы. Газдың балым осы. Багажникте аз орын болып қалады екен, газ қойса. Тие басқа. О баста тұрған ғой газ алған кезде. Аха. Біз қозғамадық. Екінші поколение болған 4-ке қойдық. Өздеріңіз 4-ке қойғансыңыздар. Мына бір осыны заправить етеді ғой. Сол қаншаға дейін жетеді? 500 жетеді. 500 километрге ма? 50 қояды. 60-тық қой мына. Ішіне 50 кетеді. Аха. 60 литр, 50 литр құясыз бірақ міне. Толтырып құй қоймайды дейді ғой. Иә. Жаздың ыстық күнде ше, қорықпайсыздар ма? Қатты 40 градустықта қазір машиналар көбі атылып жатыр ғой. Жоқ, ондай не жоқ. Бәрі аналарға 16 мың жүргенде жаңа газды установка балдарды тексереді ғой. Өзі ояқтын тексеріп береді. Соған как положено, сол өздерін айырбастатамыз. Гарантия 1 жыл бере ма? 1 жыл берген, ол неше жыл болды, 3 жыл болды. О баста газ тұрған ғой бұда. Аха. Алған кезімізде. 4-ші поколениеге ауыстырғанда қанша теңгеге ауыстырады екен? Таныс арқылы 90 мыңға салды. Осыны. Генайшын берім. Жалпы мен. Жалпы моторын бірақ ауыстыра салдыңыздар сіздері? Таппағаннан кейін причинасына газбен жүргеннен. Жоқ, бір рет жинадық қой өзіміз. Моторын ма? Жинаған бесполезно болды, көп жүрмес. Одан да жинағаннан мотор жөндегеннен артық Расход кетеді екен, привозной салған дұрсы. Аха, привозной салған дұрсы. Достар, міне моторды жөндемек, одан да келген Япониядан келген моторды алып саласаңыздар. Бүгінгі видео осы. Сіздерге егер ұнаса, каналға жазылып, астына комментарияларыңызды қалдыра кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше достар.